Сәлем қадірлі оқушылар. Зейіндеріңіз ашылсын. ұбт-дан жоғары балл алу үшін химиядан білімдеріңізді арттыруда шаршамаңыздар, әрқашан қажырлы болыңыздар, берілмеңіздер. Сіздер мына химияны керемет оқып үйренсеңіздер, әрине өз мақсаттарыңызға жетесіздер деген жақсы тілекпен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз параллель жүретін реакциялар, немесе қоспаларға есеп шығару. Бүгін біз сіздермен органикалық заттардың қоспаларына тоқталатын боламыз. Алгоритммен танысыңыздар. Бірінші қадамда реакция теңдеулерін жазамыз, және параллель баратын реакция теңдеулерін жазатын боламыз. Массасы, көлемі белгісіз заттардың зат мөлшерлерін x, y, z айнымаларымен белгілейміз. Үшінші қадамда теңдеу құрастырамыз. Қоспа бізде массамен берілген болса, онда біз x, y, z айнымаларын молдық массаға көбейтеміз. Бізде мысалы 27x алюминий болатын болса, 64 y мыс болатын болса, немесе мырыш болатын болса 65 z сияқты болады. Ал енді қоспа көлеммен берілген болса, онда x, y, z айнымаларын 22-да 4-ке көбейтеміз. 22-да 4x, 22-да 4y, немесе 22-да 4z. Енді мына теңдеуді құрастырып, біз x, y, z-терді тапқан соң есепті аяқтаймыз. Және есептің шартында нені сұрап тұр? Көлемдік үлесті сұрап тұрма, массалық үлесті сұрап тұрма, соған қарай есепті аяқтаймыз. Ал олай болса, мына алгоритммен есеп шешуді бастадық. Оқушылар, параллель жүретін реакцияларға есеп шешуді бастайық. 5-6 литр этилен және ацетилен қоспасын толық бромдау үшін 300 грамм 16%-дық бром су ерітіндісі жұмсалды. Бастапқы қоспадағы этилен және ацетиленнің көлемдік үлесі. Этилен және ацетилен броммен әрекеттеседі. Себебі екеуі де қанықпаған көмірсутектер. Тек қана этиленді бромдау үшін 1 мол бром жұмсалса, ацетиленді бромдау үшін 2 мол бром жұмсалады. Теңдеулерін жаз жіберейік, иә? Теңдеулерді жазып теңестірдік. Енді этилен және ацетилен зат мөлшерін x және y деп белгілейміз. Себебі мен алгоритмді айтып кеттім. Демек, біз олардың көлемдерін 22,4 литрді x молға көбейткен кезде этиленнің көлемі, ал 22,4 литрді y молға көбейткен кезде ацетиленнің көлемі түзіледі. Ол екеуінің қоспасы 5-6 литр болып тұр екен. X мол этилен, X мол броммен әрекеттеседі. Себебі олардың мол сандары тең. Ал Y мол ацетилен 2Y деп белгілейміз. Бромдың мол саны 2 есе ацетиленнен көп болған үшін. Демек, ацетилен 1 мол алдында сан жоқ. Демек, ал бромдың алдында 2 коэффициент бар. Сондықтан да 2Y деп белгіледік. Ал енді теңдеу құрастыруды бастайық. Демек, біз тағы бір рет айтып кетейін. Мынаның берілген көлемін табу үшін 22-де 4x деп аламыз. Ал ацетиленнің көлемін 22-де 4y деп аламыз. Олай болса, 22-де 4x-ке 22-де 4y-ді қосқанда бізде 5-6 литр қоспаның көлемі. Қадірлі оқушылар, енді броммен теңдеу құрамыз. Мына жерде көріп тұрсыздар. Бірінші теңдеуде бромдың зат мөлшері x болып тұр, ал екінші теңдеуде 2y болып тұр. Масса бром 2, бромдық суның массасы бұл. 300 грамм ерітіндіні көбейтеміз пайызға және бөлеміз 100-ге. Немесе 0,16-ға көбейтеміз десек те болады. Бұнда бізде 48 грамм бром бар екен. Енді оның зат мөлшерін тауып жіберейік. Бұның үшін 48 граммды оның молдық массасы 160-ға бөлеміз. 160 грамм бөлінген молға. Демек, бізде 0,3 мол бром бар екен. Демек, мына 0,3 мол x плюс 2y тең 0,3 мол болып жазылады. Демек, біз екі теңдеуді құрып алдық. Енді бұны шешу үшін бізде көптеген әдістер бар. Мысалы, бірінші әдісіміз орнына қою әдісі. Біз мына x-ті тауып, x тең 0,3 минус 2y деп, мына бірінші теңдеуді x-тің орнына қойсақ та болады. Немесе Гаусс әдісі, орнына қою әдісіге қарағанда да жеңіл әдіс. Мына бірінші теңдеуде бірінші айнымалымыз 22-да 4x болып тұр ғой. Мына екінші теңдеудегі бірінші айнымалында соған теңестірсек болады. Бұл үшін екінші теңдеуді 22-да 4-ке көбейтіп жібереміз.
Онда бізде екінші теңдеуіміз мынандай болып қалады. 22-да 4х, 44-те 8y, ал 03-ті 22-да 4-ке көбейтетін болсақ, 6,72. Ал енді мына сандарға назар аударамыз, үлкеннен кішісін азайтатын боламыз. Демек, төмендегіден жоғарыдағыны азайтамыз. Мына 22-да 4 пен 22-да 4-тің несі 0-ге тең болады, қысқарып кетеді. Ал 44-те 8-ден 22-да 4-ті азайтқан кезде бізде 22-да 4y, 6,72-ден 5-ті 6-ны азайтқан кезімізде 1,12 қалады. Y-ті табатын болсақ, 1,12-ні 22-да 4-ке бөліп жібереміз. Бізде Y-тің мәні 0,05 мол екен. X-тің мәнін тауып жіберейік. X-тің мәні мына жерде теңдеуден табылады. X плюс 2Y-тен 0,3 деген. Сол жердегі мына X-тің мәнін табу үшін біз 0,3-тен 2Y-ті азайтатын боламыз. Демек, 0,3 0,05-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 0,1 болады. Азайтсақ, демек бізде 0,2 мол болды. Ал енді оқушылар, мына жердегі ацетиленді біз және этиленді қалай белгіледік, соған тағы бір назар аударып қояйық, иә? Демек біз этиленді X айнымалымен белгіледік, ал ацетиленді Y-пен белгіледік. Бұл дегені X-тің 0,2 мол бұл этиленге тиесілі болып тұр. Ал Y 0,05 мол бұл ацетиленге тиесілі болып тұр. Бізде бастапқы қоспадағы этилен және ацетиленнің көлемдік үлесін тап дегендіктен, біз әр қайсының көлемін табуымыз керек. Неліктен? Бұлардың әр қайсының көлемін тауып, оны мына жалпы көлемге бөлетін болсақ, бізде сол шарттағы сұрақ жауабын тапқан боламыз. Демек, мына молдың көмегімен олардың литрін және көлемін тауып жіберейік, иә? Демек, этиленнің көлемі мына X-пен белгілегенбіз, X бізде 0,2-ге тең. Сол себепті 0,2-ні көбейтемін 22-де 4-ке. 4,48 литр болды. Ал ацетиленнің көлемі, оны Y-пен белгілегенбіз ацетиленні. Мына жерде Y-тің мәні 0,05 мол болды. Сол себепті 0,05 молды көбейтеміз 22-де 4-ке. Демек, ол болады бізде 1,12 литр. Демек, біз әрқайсы газдың көлемін таптық. Көлемдік үлесті табу үшін, демек, әрқайсы газдың көлемін жалпы көлемге бөліп жібереміз. Бізде жалпы көлем 5,6 литр. Соған бөліп 100-ге көбейтеміз. Демек, бізде 80% екен. Ал ацетиленнің көлемдік үлесі 1,12 литрді есептеп таптық. 5-те 6-ға жалпы көлемге бөліп 100-ге көбейтеміз. Ол 20% екен. Демек, біз мына пайыздарды тесттен қарайық. Аха, демек, ол бізде А жауапта және Д жауапта тұр екен. Қадірлі оқушылар, бұл есеп сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бізге қоспа литрмен берілген болса, демек, зат мөлшерін X және Y деп айнымалымен белгіледік, және 22-да 4 тұрақты көлемді зат мөлшеріне көбейткенде берілген көлем бізде түзіледі. Сол көлемдердің қосындысын мына жалпы көлемге теңестіріп теңдеу құрдық. Ал жұмсалған бром бізде берілген, мына жерде жұмсалған бромдың берілген мәліметтерді пайдаланып бромның массасын және оның зат мөлшерін тауып алдық, және мына жерде теңдеу, реакция теңдеу бойынша жұмсалған бромның екі реакциядағы қосындысын мына жердегі молға теңестіріп теңдеу құрдық, және Гаусс әдісімен оларды бір айнымалыны қысқартыру арқылы мына X және Y молдарды есептеп шықтық. Оларды 22-да 4-ке көбейгенде әрқайсы газдың көлемдері анықталды. Әрқайсы газдың көлемін жалпы көлемге бөліп, олардың көлемдік үлесін есептеп шығардық. Енді келесі есепті көрейік сіздермен. Аха, оқушылар, массамен берілген екен бұл есеп. Массасы 9,3 грамм метан пропан қоспасын толық жағу үшін 25,2 литр қалыпты жағдайда оттек жұмсалды. Бастапқы қоспадағы метанның массалық үлесі қандай деп сұрап жатыр. Демек, оқушылар, бұл жерде біз әр екі затымызда оттекпен жанады. Сол жану теңдеулерін жазып жіберейік. Демек, метан және пропан оттекпен жандырылған кезде
көмірқышқыл газы және су түзіледі. Олар теңестіретін болсақ, мына жерде 2, тағы судың алдында да 2. Ал енді пропан газын да жағып жіберейік. Органикалық заттар жанған кезде әрқашан көмірқышқыл газ мен су түзілетінін жақсы білесіздер. Құрамында азот болмаса әрине. Теңестіріп жіберейік. Мына 3 болғандықтан 3 қойылады, 8 болғандықтан 4 қоямыз. Демек 6-ға 4 10 болып жатыр. Мына жерде 5 коэффициент қойылды. Ал енді оқушылар, біз белгілеп жіберейік, әрқайсысын. Демек, мына белгілеуден алдым, мына жерде грамм берілген екен. Демек, бізде грамм берілген болса, бұлардың әрқайсының молдық массасы бізге керек болады. Демек, метанның молдық массасы 16 грамм бөлінген молға, ал пропанның молдық массасы 44 грамм бөлінген молға тең. Ал енді белгілейік зат мөлшерін. Метанның зат мөлшері X болады. Ал көріп тұрғандай, өздеріңіз көріп тұрғандай, оған жұмсалып жатқан жағуға оттектің мөлшері 2 есе көп. Сол себепті мына жерде 2x деп белгілейміз. Пропанның зат мөлшері Y мол болады, ал мына жерде жұмсалып жатқан оттектің зат мөлшері 5 есе көп. Сол себепті 5y деп белгілейміз. Түсінікті ғой, иә? Мына жерде 1 коэффициент, мына жерде 2 коэффициент. Сол себепті 2x болды. Ал мына жерде 5 коэффициент, мына жерде 1. Сол себепті мына 5y болды. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді теңдеу құрап жіберейік, иә? Демек, біз мына метан және пропанны X және Y пен белгіледік. Олардың берілген массасына келтіру үшін молдық массаны зат мөлшеріне көбейтіріп жібереміз. Сонда 16x болады. Метанның берілген массасы, ал пропанның берілген массасы 44y болады. Жалпы масса 9,3 граммға тең. Ал енді жұмсалып толық жағуға жұмсалған оттектің 25,2 литрін зат мөлшеріне айналдырып жіберсек болады. Зат мөлшерін табу үшін біз берілген көлемді бөлеміз. Тұрақты көлем 22,4 литрге. Бізде бұнда 1,125 мол болады екен жұмсалған оттектің көлемі. Онда екінші теңдеуді құрап жібереміз. Демек, мына жұмсалған оттекке қарайық. Мына жерде 2x және 5y болып тұр. 2 теңдеуде. 2 реакцияда. Демек, 2x-ке 5y-ді қосып жібереміз. Бізде 1,125 болады. Ал енді тағы Гаусс әдісімен мына жерде 16x болғандықтан, мына 2x-ті айнымалыны 16-ға теңестіру үшін 8-ге көбейтеміз. Барлық теңдеуді 8-ге көбейтіріп жібереміз. 8-ге көбейтетін болсақ, мына жерде 16x болады, плюс 40y болады 5 8-ге көбейткен кезде. 1,125-ті 8-ге көбейтсек 9 болады. Енді біз әрқашан үлкеннен кішісін азайтатын боламыз. Сол себепті бірінші теңдеуден мына екінші теңдеуді азайтып жіберейік. 16x-тен 16x-ті азайтсақ 0 болады. 44-тен 40-ті азайтқанда 4y, ал 93-тен 9-ды азайтқанда 0,3 болады. Y-ті есептейтін болсақ, 0,3-ті 4-ке бөліп жібереміз. 0,075 мол болады екен. Біз демек Y-ті тауып алдық. Енді X-тің мәнінде есептеп жіберейік. Ол үшін мына теңдеуге қайта ораламыз. 2x болғандықтан X тең дейміз. Демек, бұл 2-ге бөлінеді. 1,125-тен азайтамыз. 5y болғандықтан 0,075-ті көбейтеміз 5-ке. Және есептеп шыққан кезде, демек, бізде 0,375 мол болады екен. Метанның зат мөлшері. Демек, біз X және Y мәндерін есептеп таптық. Енді есеп шартына оралайық. Бастапқы қоспадағы метанның массалық үлесі. Демек, массалық үлесті табу үшін бізге метанның массасын табу қажет. Демек, метанның массасын табу үшін мына X, Y-тің қай біреу метанға тиесілі қарап жіберейік. Демек, біз метанды X пен белгілеген едік, зат мөлшерін. Мына жерде X бізде 0,375 мол болып тұр екен. Демек, біз метанның массасын табу үшін 0,375-ті көбейтеміз оның молдық массасына, 16 грамм бөлінген молға. Демек, бізде 6 грамм метанның массасы түзілді. Енді массалық үлесті тауып жіберейік. Массалық үлес метан. Бұның үшін біз 6 граммды мына жердегі жалпы масса 9,3 граммға бөлетін боламыз. Және 100-ге көбейтеміз, 100%-ға. Демек, есептегенде бізде
64,5% деген жауап болды. Демек, оқушылар мына тестке қарайтын болсақ, бұл жауапта тұр екен. Демек, біз сіздермен граммен және литрмен берілген екі қоспаны параллель жүретін реакциялар арқылы шешіп шықтық. Мен сіздерге түсіндірген кезде әрқайсысын бөлек қарапайым тілмен айтып шықтым. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазып қалдырыңыздар. Бүгін сабағымыз аяқталды. Сіздермен тағы параллель жүретін реакцияларға байланысты тағы сіздермен есептер шығаратын боламыз. Әрқашан жоғары балл алыңыздар ұбт-дан. Ниеттеріңізге жетіңіздер, ешқашан химияны оқудан шаршамаңыздар. Сау болыңыздар.